мерзімді әскерден бас тарту керек, дейді депутат. Сәлем қазақ елі, бұл экспресс жаңалықтар, бізде бар болғаны 1 минут, кеттік. Жоқ, әскерден толықтай бас тарту емес, мерзімді әскерден бас тартып, келісім шартпен қызметке алу жүйесіне көшу керек. Мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршин солай дейді. Халық қалаулысы жалдамалы әскерді ұстаған жөн болар дейді. Азаматтар келісім шартпен қызмет етеді, яғни өз қалауымен. Бұл дегеніміз мынандай жағдайлар болмайды. Еділ Жаңбыршин өзі әскерде болған. Әлімжеттік офицерлер не өзімен қызмет атқарып жүргендер тарапынан әбден болуы мүмкін дейді. Салдарымен күреспей себепті анықтау керек, депті депутат. Қорғаныс министрлігі осыны ескеріп, бір шешім шығарады деген ойдамыз. Ал ақпараттың толық нұсқасы Экспресс-ка сайтында оқи жүріңіздер.